Сәлем қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар. Ұлттық банк қай номиналды ақшаның көшірмесі көп жасалатынын жайып салды. Жаңалық экспресс-к сайтында шықты. Жалған ақша жасағыштар 2000 теңгелік купюраны өте жақсы көреді екен. Ондайлардың 340 анықталған. Екінші орында 5000 теңгеліктер, 94 данасы. 10.000 теңгелік банкнот үшінші орынға орналасты. 20 мыңдықтарды жасауға қорқатын шығар? Негізі өтірік ақшаны ажырату оңай. Шынайы теңгені мұжған кезде өзіндік дыбысы бар. Мынау жалған емес пе? Сондай-ақ суреттерінің түсі қырынан қараған кезде жасылдан алтындас түске ауысады. Отырайық енді әрбір банкнотаның түсіне қарап. Айтпақшы, жақында цифрлық теңге айналымға енгізілмек. Жалған ақша жасағыштар енді хакерлікті бойына сіңіруі керек шығар. Онсыз да қазір қағаз ақша ұстауды қойдық қой. Бірақ сонда да сақ болыңыздар. Ал ақпараттың толық нұсқасын